Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зеқұлмет арнасына бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып отырыңыздар. Бүгінгі біздің видеоның тақырыбы хобби биржасындағы праймиске қатысып, және де объемды қалай жасаймыз деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Қазір бізде хобби биржасында праймис болып жатыр, ертең басталады. Бүгін сол праймиске қатысу үшін объем жасап тастау керек. Соны қалай жасаймыз? Қазір сіздерге көрсетемін, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, хобби биржасындағы праймиске қатыспай тұрып, ең бірінші біз верификация, регистрация өту керекпіз. Оны төмендегі сілтеме арқылы аласыздар. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, 15% скидка алсаңыздар болады. Менде уже барлығы өтілген, балансымда қазір $53 тұр USDT. Енді мен осы суммаға қазір объем жасайтын боламын. Қараңыздар, хобби биржасындағы біз главный экранда отырмыз. Оған кіру үшін просто хобби глобалдың несін басасыздар, логотипін, сол кезде сіздерді осы жерге аударады. Осы жерден біз хобби праймисті табамыз. Мына бассаңыздар, бізде қазір міне 120 миллион, то есть да. Міне бізге осы парақша ашылды. Осы парақшадан көріп отырсаңыздар, бізде праймис басталуына 22 сағат қалды. Осы сағаттан біткенге дейін біз объем жасап тастау керекпіз. Оны қалай жасаймыз? Қазір сіздерге көрсетемін. Мына жақта бізде 2 HT бұл әрине гарантированный локация қатысу үшін керек, минимум 300 HT. Просто бұлар өздері фиксация жасай береді баланса тұрған токендерді. Менде рандомна қатысамын. Міне көріп отырсыздар, мынаяқта менде 0 USDT объем жасалмаған. Мынаяқта қазір C деталисті бассам, міне көріп отырсыздар, бізде 0,0,0 болып тұр. Бұны разница жоқ, любой уақытта бір күнде бұның барлығын сразу объем жасап тастауға болады. Қазір соны біз жасаймыз. Так, окей басамын. Міне мынау жерде бізде жоғары жақта спот трейдинг деген бар. Осының үстінен қойып эксченжге кіреміз. Әрине сіздердің баланстарыңызда USDT болу керек. Міне бізге осы парақша ашылды. Осы парақшадан аяқта сол жақта поисқа мен USDT жазамын. Так, USDT маған керек, HT керек. USDT HT. Так, таппай жатыр. Онда мен наоборот жазамын. HT и USDT. Міне HT жаздым. HT USDT шықты, осыған кіремін. Міне бізде HT USDT-ның графигі ашылды. Міне қазір менде 53 USDT тұр баланста. Рыночный қоямын, тез сатып алу үшін. Одан кейін аяқта мен 100% максимум басамын да объем жасап бастаймын. Кеттік. Так, бір сатылды. Аяқтан 100% қоямын. HT обратно сатамын. Так, $100 объем кетті. Тағы да сатамын. Аяқтан тағы да көп продать басамын. Так, $200 объем кетті. Одан кейін так сатамын. $300 объем кетті. Так, тағы сатамын. $400 объем кетті. Сатамын. $500 объем кетті. Сатамын. Так, $600 объем. Бұны мен өзім есептеп жатырмын. Так, тұрып қалды, кішкене қуып қалды. Дұрыс, иә. $600. Мына жақтан бізде азай керек. $700 объем. $800 объем. Так, $900 объем. Так, тексеріп көрейік. Менде өзім жатасып кеттім қазір. Обратно хобби глобалға кіреміз. Мынау жақта мен қазір праймисті табамын. Міне праймиске кіреміз. И объемды қараймыз. Бізде 1000 объем болу керек. Тоже 1000 емес, 200 аяқта. 174 болып тұр. Аяқта C деталиске басамын. Мынау жақта біз қазір 1046 объем жасаптым. Даже аяқта 1000 объем емес, $1200 объем жасау керекін. То есть бүгінгі күнді тағы есептеме қойыппын. Тағы да қазір артқа оралып, бағанағыдай $200 объем жасап тастау керекпін. Міне көріп отырсыздар, менде 174 объем жасалды. Енді мен қазір обратно бағанағы так эксченжге кіремін. Поисқа HT жазамын. HT USDT. Одан кейін төмен түсеміз. Так, market
Одан кейін так бізде USDT тұр. 100% купить. Тағы да обратно 100% сатамын. Сатылдым. Енді тағы да последний раз сатамын. И последний раз. Так. Бош десіз. 100% түк. Купить. Давай, бол тез. Так, вроде сатылды. Обратно сатамын. Продать. Міне, в принципе, болды. Енді біз обратно қазір ораламыз. Hobby Globalға кіремін. Так, мынау парақшадан біз токен сейлға қайтадан кіреміз. Міне, достар, көрдіңіздер, бізде қазір $200 объем болып тұр. See Details'ке кіреміз. Мынаяқта бізде барлығы чеки-пуки. То есть, мынаяқта бізде күн сайын $200 жасалып отыр керек. Мысалы, $200 болса, немесе күн сайын жасасаңыздар болады, немесе бір күнде осы объемның барлығын жасап тастасаңыздар болады. Мен қазір сіздердің алдарыңызда жасап тастадым. Міне осындай бізде $200 объем жасалды. Объемды осылай сіздер жасайсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Осы уақыт біткенге дейін объем жасап, баланстарыңызға 50 USDT салып қойсаңыздар, уже болды. Сіздер праймиске қатысасыздар. Ертең бізде фиксация жасаймыз. И в принципе болды. Сіздермен болған мен Зеқымбет. Қосымша ақпараттардың барлығын комментарий жазсаңыздар болады. Барлығымызға чекпау.